Хабарымызды жалғастырамыз. Қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев тұңғыш президент қорының ұйымдастыруымен өткен мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасының жеңімпаздарын қабылдап, озат оқушыларды жеңісімен құттықтады. Республикалық мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасына еліміздегі 5-6 сынып оқитын барлық оқушы қатысып, бақ сынады. Аталған білім бәйгесінде Қызылорда қаласына қарасты ауылдық елді мекендерде орналасқан 13 мектептің білім алушыларда сынға түсті. Оқушылар олимпиадасының ақтық кезеңіне қызылордалық 31 оқушы жолдама алып, оның ішінде 7-і білімімен дараланып, жеңімпаз атанды. Жеңімпаздардың 3-і елбасы медалімен марапатталып, 7-і бірдей қаламыздағы білім инновация лицейі, Назарбаев зияткерлік мектебі, дарынды балаларға арналған номері 4-ші дарын мектебіне конкурссыз жолдама алды. Қазіргі таңда 2 оқушы өз білімдерін аталған білім ұяларында шыңдап жатса, қалған 5 оқушы мұндай мүмкіндікке 6-шы сыныпты аяқтаған соң ие болмақ. Өркениетті елдердің қатарында ену үшін заман талабына сай білім алу қажет. Қазақстанды дамыған елдердің қатарына жеткізетін, терезесін теңестіретін тек білім деп Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, болашағымыздың баянды болуы үшін жастардың сапалы білім алуы, ғылыммен айналысуы бүгінгі күннің ең басты талабы. Сондықтан да білім мен ғылымды жандандыруда жасалып жатқан жұмыстар аз емес. Мемлекет тарапынан барлық қолдау білім саласына жасалуда. Жылда қаламызда жаңа білім ошақтары пайдалануға беріліп, мектептердің материалдық техникалық базалары нығайтылуда. Бұл әрине сіздердің саналы тәрбие мен сапалы білім алуларыңызға еліміздің болашақ үшін жасалып жатқан келелі істердің бір парасы ғана. Шарада шаһар басшысы жастардың сапалы білім алуы, ғылыммен айналысуы бүгінгі күннің басты талабы екеніне тоқталып, зияткер балғындарға болашағымыз баянды болуы үшін білімдерін одан әрі шыңдап, ел үшін қызмет ететіндігіне зор сенім білдіретіндігін жеткізді. Ұлттық олимпиадада үздік шыққан оқушының бірі Ақниет Қуаныш. Ақниет бұған дейін Қызылөзек ауылдық округінде номер 39-шы орта мектепте білім алған. Білім бәйгесіндегі жеңісі арқылы биылдан бастап қаладағы дарынды балаларға арналған номері 4-ші дарын мектебінде білімін шыңдауға мүмкіндік алып отыр. Жиында өз қуанышымен бөліскен олимпиада жеңімпазы мұндай жетістікке жетуіне себепкер болған өз ұстаздарына алғысын жеткізді. Бұл сайысқа өз бағымда сынап, және нәтижеге қол жеткіздім. Және де осы биылғы жылғы оқу жылымды номер 4-ші дарынды балаларға арналған мектепте бастадым. Бізге деген үлкен қолдауларыңыз үшін ең бірінші елбасы академиясына, барлық ұйымдастырушыларға және де атап өтерлік номері 39 Қызылөзек орта мектеп ұжымына, барлық ұстаздарға алғысымды білдіремін. Жиын соңында қала әкімі Нұрлыбек Нәлібаев қаламызда білім мен ғылымды жандандыруда жасалып жатқан жұмыстарға тоқталып, жылда шаһарымызда жаңа білім ошақтары пайдалануға беріліп, мектептердің материалдық техникалық базасын нығайтуда үлкен жұмыстар жүзеге асырылып жатқанын, мұның барлығы жас ұрпақтың саналы тәрбие мен сапалы білім алуына бағытталған келелі істер екенін атап өтіп, білім додасында дараланып, жеңімпаз атанған 7 оқушыға ноутбук беріп, дипломдар табыстады. Нұрдәулет Қалабеков, Назгүл Қажытаева, Ержан Сүлейменов, Индира Раисова, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.